Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алладан қорқатын адамның 7 белгісі. Тілдің белгісі Алладан қорқу, кісіні өтіріктен, жалған сөйлеуден, ғайбаттан, жала жабудан, қажетсіз сөздерді айтудан сақтайды. Қайта тілін Алланы еске алуға, Құран кәрімді оқуға және білім алуға жұмсайды. Жүректің белгісі Алладан шынайы түрде қорқу, жүректе дұшпандықты, жала мен қызғанышты жояды. Себебі қызғаныш жасаған жақсылықты жояды. Қызғаншақтық жүректегі ең үлкен аурулардың бірі екенін естен шығармаңыз. Көздің белгісі Алладан қорыққан көз харам нәрселерге қарамайды. Дүниелік нәрселерге құнығушылық немесе аш көздікпен емес, ғибарат көзбен қарайды. Өзі үшін халал болмаған нәрселерге еш уақытта көз тікпейді. Асқазанның белгісі Алладан қорыққан кісі ешқашан харам ас ішпейді. Харам ас ішу үлкен күнәларға жатады. Қолдың белгісі Алладан қорыққан кісі қолдарын ешқашан харам нәрселерге салмайды. Тек жаратушыға бағына отырып, сауапты нәрселерге қол ұшын созады. Аяқтың белгісі Алладан қорқушы аяқ тыйым салынған жерлерге және күнә істерге аяқ баспайды. Тек қана қайырымдылық, Алланың разылығына лайық жолда ғалымдармен және салихалы кісілермен бірге болу үшін жүреді. Аллаға мойынсынудағы белгісі Алладан қорқушы кісі құлшылығын және итағатын тек Алланың разылығы үшін жасайды. Рия және нифақтан, яғни Аллаға қарсы келуден сақтанады. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.